Бірінші python.org деген сайтқа өтеміз. Осы жерден download дегенді басамыз және осы Pythonның версиясын таңдаймыз. Қазір мен осы видеоны жасаған кезде мынау Pythonның 3.9 версиясы. Бұрын екінші версиясы болған, ол уже актуалды емес. Осы жерде қай версиясы тұр? Сізде 4.0 деп тұруы мүмкін, тіпті мынаны қай кезде қарайтыңызды мен білмеймін. Осы жердегі версиясын жүктеп аламыз. Осыны басқан кезде жүктелу басталады және міне менде уже жүктеліп болды. Осыны басамыз және мына жерге add to pass дегенге осындай птичка қоямыз, install now дегенді басамыз. Даны басамыз, егер сұрайтын болса, келсеміз осылай. Одан кейін ол біздің компьютерімізге орнатылуын бастайды. Осы аяқталғанша біз күте тұрамыз, одан кейін біз Python'ды осы компьютерімізде жазып программаны істеуге болады. Мына жерде міне сәтті орнатылды деп шығып тұр және жабу дегенді басамыз. Енді осы компьютерімізде сәтті орнатылғанын тексеру үшін біз осы Windows 10-да найти дегенді басамыз. Найти деген жерге cmd деп жазамыз. cmd. Одан кейін мына оң жағын басамыз, мышканың запуск от имени администратора дегенді басамыз. Даны басамыз және осы жерге біз Python деп жазамыз. Python. Сол кезде міне дәл осылай шығатын болса, демек бәрі дұрыс деген сөз. Ал енді сізде ондай шықпайтын болса, онда ол проблема, оның проблеманың шешімін Google-ден іздеп көресіз. Мына жерде біз орнатылған Pythonның 3.9 деген версиясы екенін көрсетіп тұр және осындай қосымша ақпараттар шығады. Осылай шықса, бұл дұрыс. Әрі қарай біз енді Python'да программировать етуді үйренеміз. Pythonмен жұмыс жасауды бастау үшін бірінші біз осындай программаны орнатамыз. Аты Visual Studio Code деп аталады. Осымен алдағы уақытта жұмыс жасаймыз. Бірінші осы сайтқа өтіп, Windows'қа жүктеп аламыз. Орнату жағы өте оңай. Оны орнатып болғаннан кейін біз осы бөлікті басамыз, extensions деген жер. Осы жерге Python деп жазуымыз керек. Python деп жазамыз және сізде мына жерде install деген кнопка тұрады. Міне осындай, соны басасыз. Менде ол орнатылған, сондықтан ол маған керек емес. Бұл Pythonмен ыңғайлы жұмыс жасау үшін қажет. Енді әрі қарай менде осындай рабочий столда Python деген папка тұр. Біз осының ішінде мен бүкіл жаңағы Python кодтардың барлығын осы папканың ішінде сақтайтын боламын. Сізде бір компьютердің кез келген жерінен ашсаңыз болады. Мына программаларды жүктеп алатын сілтеме осы видеоның астында. Мен бірінші осыны басам және File Open Folder дегенді басам. Python деген жаңа папканы таңдаймын. Осы папканы таңдағаннан кейін біз осыны басамыз, New File деген, және осы жерге файл ашуымыз қажет. Мен файлдың атын app.py деп атаймын. Соңы міндетті түрде py деп аяқталу керек. Оны бұл жерден емес, жай ғана мына ішіне кіріп, осы жерден де бұлай new, осы жерден текстовый документ деп тұрады, бірақ менде расширение жазылатын жоқ. Солай қоссаңыз болады. Ол компьютердің арнайы баптауынан қосылады. Мен осылай іске қосам және менің Python файлым осы жерде тұр. Бұл VS Code'тың тағы бір артықшылығы, бұл жерде бір мүмкіндік бар. Ол терминал. Осы терминал арқылы біз Python программаны іске қосып, қандай нәтиже шығатынын көреміз. Ең қарапайымы Python'да басталатын ол print деп аталады. Бұл экранға қандай да бір жаңағы сөздерді, текст, информация бәрін шығаруға арналған. Мысалға, ертай деп жазайын. Және бұл біздің алғашқы программамыз. Бұл программаны іске қосу үшін new деймін, терминал және терминал дегенді басам, new терминал. Және бізде міне осы жерде тұр. Енді кез келген терминал қолдануға болады. cmd-мен де жұмыс жасауға болады. Ол үшін осының ішіне енуіңіз қажет. Бірақ ол көпшілігіне қиын болады деп ойлап, мен осындай вариантқа көштім. Енді бұны біз іске қосу үшін мына жерге Python деп жазамыз. Одан кейін мынаның аты қалай? Дәл солай жазуымыз қажет. Python app.py. Және іске қосамыз. Сол жерде экранға міне ертай деп шығады. Егер мына жерге ертай емес, басқа кез келген сөз жазатын болса, солай шығарады. Оны бірнеше рет жазатын болсақ, міне. Бұны енді соңғы команданы қайталау үшін, мына жоғарыға деген клавиатурада жоғарыға ысыратын кнопка бар, соны басасыз. Сол кезде міне осындай экранға сөздер шығады. Бұл жерге сөз емес, басқа сөзді жазсаңыз болады. Мысалға, цифр керек болса, бұлай цифр жазсаңыз да болады. Оны міне экранға өзі шығарып береді. Python'да математикалық операциялармен жұмыс жасайық. Ол дегеніміз қандай? Қосу, көбейту, азайту, бөлу деген сияқты. Сондай
мүмкіндіктер. Енді біз сайт жасау болсын, программа жасау болсын, кез келген жұмыста программа істегенде бұндай заттар өте көп қолданылады. Бірінші, экранға шығару үшін әдеттегідей print дегенді қолданамыз. Қосу операциясы үшін жай осындай міне простой түрде жазылады. Міне 5-ке қосылған 5, 10, одан кейін барып көбейту операциясы бар. Бұлай көбейту үшін жай ғана міне осындай қоямыз. Сондай жағдайда міне 10 шығады, міне 5 бесім 25. Енді бөлу үшін жай ғана енді бұлай біз жазғанда бұлай жазамыз, бірақ Pythonда болсын, басқа программалау тілдерінде болсын, бөлу операциясы міне осылай жазылады. 10-ды мысалға 5-ке бөлетін болсақ, мына жерде міне 2 деп экранға шығарады. Одан кейін тағы да азайту болсын, барлығы міне дәл осылай жұмыс жасайды. Азайту, көбейту, бөлу, қосу деген секілді міне соңында 5 шығады. Яғни 10-нан 5 алатын болса, міне 5. Одан кейін тағы қосымша, мысалға 5 қосылған 5, азайтырылған 1 деген секілді осылай жазуға болады. Сондай жағдайда міне экранға 9 шығады. Осылай қолдануға болады. Айнымалылармен қалай жұмыс жасауға болады? Pythonда айнымалымен жұмыс жасау өте оңай. Мысалға біз айнымал дегеніміз не? Осындай бір айнымалыны ашамыз, және бұған біз мысалға жазайық. Ертай. Одан кейін тағы бір жазайық мына жерде. Channel. Channel емес, кез келген сөзді мына жерге жазуға болады. Латинский. Осы жерге мысалға Guaniship. Егер біз экранға шығару үшін мына ертай деген сөзді мына print деген жерге name деп жазамыз. Бұл айтады. Print деген жерге айтады. Мына жерде name деген бар, сен соны экранға шығар. Name мына жерде бізде ертай деген сөзге тең. Яғни экранға мына жерде міне дисплейге ертай деп шығады. Енді Guaniship деп шығару үшін мысалға last name деп қояқ. Pythonда мысалға міне осылай. Міне last name деп жаздым. Сондай жағдайда міне Guaniship деп экранға шығады. Бұның екеуін қалай бірден шығаруға болады? Ол үшін name деп жазам, плюс, одан кейін барып last name. Сондай жағдайда міне ертай Guaniship деп шығады. Арасы мына жерде ашылмаған, ал біз қалай аша аламыз? Ол үшін тағы да плюс қоямыз, және арасына міне осындай тастаймыз. Сондай жағдайда біз пробел тастайтын болсақ, осы пробел екеуінің арасына келегеді. Екеуінің арасында болады. Осындай қоятын болсақ, мысалға сондай жағдайда міне 2 точка шығады. Бұған айнымалыларға кез келген басқа мәндерді жазуға болады. Мысалға цифр деген секілді немесе логикалық операциялар соның барлығы кіреді. Pythonда айнымалыны қалай атайды? Әдетте Pythonның стандарты бойынша біз айнымалыны кейбіреулер былай жазу мүмкін, кейбір программалау тілдерінде мысалға мынадай. Мысалға first name деп жазу мүмкін. Pythonда былай жазылмайды. Pythonның стандарты бойынша біз осындай қоямыз, және осылай жазылады. First name мысалға ертай, және last келесі айнымалыны жазатын болсақ, міне осылай. Ертай Guaniship. Одан кейін кез келген цифрды жазуға болады. Мысалға age деп атайық, жасы. Жасын сақтау үшін мысалға 22 деп жазып қояйық. Артына ештеңе жазып керек емес. Бұл Python программалау тілі өте минималды, артық ішінде заттар жоқ. Age деп жазамыз, сондай жағдайда міне экранға 22 деп шығарады. Ал енді біз қалай былай істесек болады? Мысалға ертай дейді, қасында жасы тұрады. Ертай мысалға 22 деген секілді. Бұндай жағдайда біз былай жасау ойымызға келуі мүмкін. Мысалға first name деп жазамыз. Бұлай көшіріп алып, жай қоя салуға болады. Және плюс age. Егер біз бұлай жазатын болсақ, бізде ошибка шығады. Себебі мынау string деген типке жатады. Ал мына age деген бұл сан, яғни int деген типке жатады. Біз екеуін мына жерге қоя алмаймыз. Яғни мынау age-ді мына жерге қоя алмаймыз. Оны дұрыс экранға шығару үшін str-ге аламыз. str және мысалға 10. Сондай жағдайда міне ертай қасына 10 деп шығады. Ал біздің жағдайда 22 деп шығару үшін мына str-дің ішіне 22 деп жазамыз. Мына str-дің ішіне не жазатын болсаңыз да, бұл int болса string-ге айналдырып береді. Осы жерге қандай мән берілетін болса, ол барлығын осы string деген типке ауыстырады. Осылай біз екеуін бұлай жұмыс жасата аламыз. Одан кейін boolean деген тип бар. Is мысалға жазайық. Бұл не болуы мүмкін? Is admin деп жазайық. Is admin true.
немесе false деп жазылады. Не осылай? True, false питонда бас әріппен жазылады, үлкен әріппен жазамыз, яғни бас әріппен басталады. True немесе false. Одан кейін double деген бар. Ол мысалға айталық price, бағасы. Бағасын жазған кезде әдетте мынадай болады. 55, осында 55,6, 55,9 деген сияқты. Бұл double деп аталады. Мен бұндайға көбірек тоқталғанды дұрыс көрмеймін, себебі басынан енді бастап жатқан программисттер бұның қандай маңызы бар екенін түсінбейді. Біз алдағы уақытта практика барысында бұларды жеке-жеке қарастыратын боламыз. Шартты операторлармен жұмыс жасауды үйренейік. Шартты оператор дегеніміз белгілі бір дүниені тексеруге арналған. Мысалға қараңыз, менде айнымалы тұр, бұл ертайға тең. Біз мынадай программа істейік. Мысалға name тең болса ертайға, осылай жазамыз. Бұл жерде Python минималды программалау тілі, сондықтан мына жерде артық заттар жоқ. Басқа программалау тілінде мысалға осындай қойылуы мүмкін, немесе осындай міне аяқтайтын және осындай бірдеңелер бар. Ал бұл Python тілінде ондай жоқ. Осылай жазасыз, одан кейін барып осындай қос нүкте қоясыз және міндетті түрде мына жерден пробел тастайсыз. Print деп жазайық және қалай жағдай ертай. Ал егер басқасына тең болатын болса, онда экранға біз print OK. OK Python деген сөзді шығарады. Енді біз бұл программаны іске қосу үшін әдеттегідей осылай орындаймыз. Сондай жағдайда міне экранға қалай жағдай ертай деген сөзді шығарады. Ал егер мына жерге мысалға басқа бір атты жазатын болсақ, басқа бір сөзді, ондай жағдайда OK, мына жерде міне Python деп шығарады. Ал енді OK, одан кейін барып мына жерге мына атты шығару үшін біз осындай алып жасайық. Плюс қоямыз және name-ге тең. Сондай жағдайда міне дәл осылай шартты оператор бойынша тексеріп, мына жерге name-ді жалғайды. Одан кейін Pythonда егер бірінші мынаны тексереді, егер name ертайға тең болатын болса, мынау орындалады. Ал егер басқа жағдайдың бәрінде міне мынау орындалады. Ал керісінше біз тағы былай істеуімізге болады. Мысалға мынау басқа ертайға емес, басқа бір сөзге тең болатын болса, осылай экранға шығар деген сияқты. Ол үшін elif деп жазамыз. Elif мысалға name тең болатын болса, Айша дейік, одан кейін барып қос нүкте қоямыз және print мысалға сәлем деп шығарады. Енді іске қосып көрейік. Сондай жағдайда міне экранға сәлем деп шығарады. Бұл қалай жұмыс жасайды? Мына жерде name қарайды. Так, мына жерде name егер ертайға тең болатын болса, қарайды. Name ертайға тең ба дейді? Жоқ, ертайға тең емес. Онда келесін тексереді. Name осы Айша деген сөзге тең ба дейді? Атқа тең ба дейді? Егер соған тең болатын болса, мынаны шығарады. Ал егер мынаның екеуіне де тең болмайтын болса, соңында міне осы else деген орындалады. Мысалға міне мынадай. Міне бұл дәл осылай жұмыс жасайды. Бұл қосымша басқа да мәндерге жаза аламыз. Мысалға біз былай жасап көрейік. Age дейік. Айталық жасы 20-ға тең. Енді біз бұны тексереміз. Егер age мысалға тең болса 10-20-ға, онда print сенің жасың 20-да. Сенің жасың 20-да деп экранға шығарады. Сондай жағдайда міне сенің жасың 20-да деп экранға шығарып тұр. Себебі мынау age мына 20-ға тең. Ал енді бұл тең болса деген сөз қосымша мынадай қылып мысалға жазуға болады. Егер 19-ға тең болатын болса, міне ондай жағдайда ештеңе шығармайды. Себебі біз мынау талапқа ол сай келмейді. Сосын мынадай қылып жазуға болады. Мысалға age егер 20-дан үлкен болса, егер біз 20 деп жазатын болса, экранға мына жерде міне ештеңе шығармайды. Ал егер жасы 21-де болатын болса, міне сондай жағдайда сенің жасың 20-да деп мына жерде міне шығарады. Себебі мына жерде age 21-ге тең, мынау айтады. Егер мына age 20-дан жоғары болатын болса, онда мынау жерде не жазылып тұр, сол орындалады. Керісінше біз elif деп жазуымызға болады. Мысалға, кәмелет жасқа толған ба, толмаған ба, соны тексеретін қарапайым программа жазайық. Ол үшін біз мына жерге мысалға 18 деп қояйық. Және егер жасы 18-ден жоғары болатын болса, немесе тең болса деген бар. Егер 18-де тең болса, немесе 18-ден жоғары болса,
жақсы, толғансың. Мен қысқаша жазайын, толғансың деп жаздық, кәмелетшасына толғансың. Ал басқа жағдайда print құры. Толмағансың дейші, жарайды, құры емес. Толмағансың. Енді біз іске қосып қарайық. Сондай жағдайда толғансың деп шығарады. Себебі мынау 18-ге тең. Ал енді 17 болса ше. Егер 17 болатын болса, онда мына жағдайда міне толмағансың деп экранға шығарады. Себебі мынау айтады, жасы 18-ге тең болса, немесе 18-ден жоғары болса ғана мынау орындалады, оған сай келмесе мынау орындалады. Қосымша біз астына elif-пен мысалға жазуымызға болады. Егер жасы мысалға 80-нен асса, уже қартайғансың деген сияқты сондай сөз шығаруға болады. Немесе сондай бір программалар болуы мүмкін. Әсіресе осы сайттарда тіркелген кезде мысалға жасы келмеген жағдайда шектеу қойылады деген сияқты сондай программа жасаған кезде қолданылуы мүмкін. Сосын Pythonда input деген бар, бұл қолданушы нені енгізеді, соны алуға арналған. Ол былай жазылады. Мен барлығын кетіріп бастайық, мысалға name дейік. Input деп жазамыз. Сенің атың кім? Сенің атың кім? Сондай жағдайда біз программаны іске қосатын болсақ, сенің атың кім деп мына жерде сұрайды. Енді мынау ыңғайлы болу үшін мен мынандай қос нүкте қояйық. Сенің атың кім? Сенің атың кім деп жазайды, мысалға мен Ертай деп жазатын болсам, ештеңе деп шығармайды. Енді біз былай істеп қарайық. Егер сенің атың кім деп сұрайды, мен нені жазам астына? О, қалайсың? Мысалға мен не деп жаздым, солай деп экранға шығарады. Ол үшін біз print деп жазамыз, және қалайсың, немесе қош келдің, қош келдің, плюс не болады? Name. Егер біз clear деп жазатын болсақ, мына консоль тазалайды. Енді осылай, егер кедергі келтірмесін десеңіз, осылай тазалап алсаңыз болады. Сенің атың кім? Ертай. Қош келдің, Ертай. Басқа кез келген сөзді мына жерге жазуға болады. Ал енді біз былай істейік. Жаңағыдай қолданушының жасын сұрайды. Біз екі условие жазайық. Бірінші, қолданушының атын сұрайды, одан кейін барып, оның жасын сұрайды. Мысалға, сенің жасың нешеде? Сенің атың кім? Басында негізі дұрыс жазам, мына жерде қате жазып жібергенмін, сұрақ белгісі болады. Одан кейін біз былай істейік. Егер жасы 18-ден асқан болса, сенің жасың 18-ден асқан, мысалға бір орын, сенің жасың мысалы 18-ден асқан Ертай деген сөзді экранға шығарды. If деп жазайық. Егер жасы 18-ден жоғары, 18-ге тең болса, немесе 18-ден жоғары болатын болса, жазамыз print, мына жерге name, сенің, үтір қояйық. Сенің жасың 18-ден жоғары екен. Else, print, name, мысалға сенің жасың 18-ге толмаған. Үтір, плюс қояйық. Енді екеуінде бірдей қалмай, әртүрлі қылып жазайық. Сен жасың 18-ге толмаған, name'ге кетеді. Ал енді біз былай істейік. Іске қосайық. Сенің атың кім? Ертай. Жасың нешеде? Мысалға 22 дейін, мен өзім жасым жазайын. Сондай жағдайда бізде ошибка шығарады. Бұл не деген сөз? Мынау age-ді дәл осылай тексере алу үшін, үлкен немесе тең екенін тексеру үшін мынау цифр болу керек. Age деген біздің жағдайымызда ол string деген типке жатады. Ал енді ол қалай int деген типке ауыстыра аламыз? Ол үшін жай ғана мына жерге int деп жазамыз, және осылай ішіне ашамыз, соның ішіне age деп жазамыз. Тағы да іске қосайық. Сенің атың кім? Ертай, жасым 22-де. Ертай, сенің жасың 18-ден жоғары екен. Қош келдің, Ертай. Мынау да орындалып кетті, енді жарайды, тұра берсін. Яғни міне мынау тексереді.
сенің жасың 18-ге жоғары екен дейді, әрі қарай мынадан өтіп кетеді сірә, соңында міне мынау орындалып тұр. Яғни астында не бар, ол да қосымша орындалады. Біздің жағдайда мынау керек емес. Ал енді жасымыз мысалға ертай деп жазайын тағы да. Жасым мысалға 16 деп жазайық. Сондай жағдайда жасың 18-ге толмаған, мына жерде міне ертай деп солай экранға шығарады. Шартты оператор Pythonда дәл осылай жұмыс жасайды. Массивпен қалай жұмыс жасауға болады, біз осыны қарастырайық. Ең қарапайым мысал users деген мен айнымалын ашарым. Осының ішіне массивті жазу үшін, яғни мына жерден осындай белгі ашамыз. Яғни міне дәл осындай. Осының ішіне ақпарат жазылады. Енді массив дегенді базалық программалауды білетін болсаңыз, массивте ақпараттар сақталады. Мысалға айталық, жаңалықтар сайты бар деп алайық. Сол жерде жаңалықтардың тізімі бар, немесе кез келген зат бұл жерде сақталады. Жаңалықтар болсын, қолданушылар туралы мысалы ақпарат болуы мүмкін. Соның барлығы біз алған кезде массив түрінде аламыз. Users деп қояйық, бұл жерге users деген енді қолданушылар, бұл жерге кез келген жазсаңыз болады. Мысалға ертай, мысалға осылай жазайық. Бұл жерде 3 адамның аты тұр. Енді біз бұны қалай экранға шығарамыз? Экранға, яғни консольға шығару үшін users деп жазайық. Бұсыны іске қосатын болсақ, python app.py. Сондай жағдайда бізде міне ертай осындай деп аттарды шығарады. Енді біз бұл массивпен не жасай аламыз? Біз бұған жаңадан тағы бір ақпарат қоса аламыз. Мысалға append деп жазамыз. Ол үшін users дегенді ашамыз айнымалыны, және осы жерге append деп жазамыз. Кейін, яғни кейін, осылардан кейін тағы бір ақпарат қосады. Мысалға тағы бір адамның атын қосуға болады. Мысалға дос деп қояйық. Осылай іске қосамыз. Соңында міне ертай, тайман, айша, және ең соңында міне дос деп тұрады. Яғни мынау соңына алады, мына append деген сол соңына қосады. Бұл массивпен қосымша былай жұмыс жасауға болады. Енді бұл массив қалай жұмыс жасайды? Біз мысалға мына консольге, мына жерде ертай деген ғана сөзді экранға шығаруымыз керек консольге. Ол үшін не істейміз? Осылай ашамыз және айтамыз. Бізге бірінші элементті ғана консольге шығар деп. Сондай жағдайда міне ертай деп шығарады. Неге мына жерге 0 деп жаздық? Қараңыз. Программалау тілдерінде массив 0-ден басталады. Мынау 0, 1, 2. Мысалға 2 деп жазайық. Ондай жағдайда міне Айша деп экранға шығарады. Енді қосымша бірінші бұл бүкіл массивті шығарайық. Тағы бір рет массивтегі бір ақпаратты шығарайық. Мысалға белгілі бір атты ғана. Мысалға 0-ші. Одан кейін тағы біреу бар, len деген. Бұл len көлемін шығарады. Бұл тексттің көлемі болуы мүмкін, немесе массивтің көлемі. Осыған users деп жазайық. Сондай жағдайда міне ертай деп шығарады, мынау 0-шін шығарады, және 4 деп шығарады. Бұл жерде не үшін 4? Мынау 1, 2, 3, және мынаумен міне 4-ші. Мынау 4-ші элемент. Бұны бұлай қояйық. Енді бұл жерде бізге керек емес дүние болатын болса, біз оны жойып жібере аламыз. Оны жоюдың ең қарапайым жолы del деп жазамыз, және users мысалға 0. Бұндай жағдайда ертай дегенді жойып жібереді, және экранға не шығатын көрейік. Міне ертай деген жоқ, бұндай жағдайда тайман деген мына жерде біріншісіне өтті. Сондықтан біз 0 шығарған кезде міне экранға тайман деп шығарады, және мына жерде элементтердің саны 3 деп тұр. Қосымша бұл массивпен жұмыс жасаудың біраз жолдары бар. Біз ол туралы жеке сабақ қарастырамыз. Бұл массивтің басқа да түрлері болады. Осыған ұқсайтын, оны біз жеке тоқталамыз. Жаңадан бастаушыларға ол қатты керек емес. Кез келген программалау тіліндегі маңызды дүниелердің бірі бұл функция деп аталады. Ал енді Pythonда қалай функция жазуға болады? Мысалға 2 қосылған 2, 4 дегенді экранға шығаратын қандай да бір функция жасайық. Ол үшін біз def деп жазамыз, және функцияның аты мысалға calculate. Яғни есептеу деген мағынада. Осындай белгі қоямыз, қос нүкте, және астына міндетті түрде пробел тастаймыз, және print деп мысалға жазайық. Окей, мысалға ертай. Окей, ертай. Бұны біз экранға шығару үшін calculate деп жазайық, мысалға, яғни консольға, яғни. Мынау керек емес. Мысалға 3 рет шығарайық. 3 рет мына жерде шақырамыз функцияны, сондай жағдайда міне мынау 3 рет орындалады. Яғни функцияның қызметі сондай. Қандай да бір әрекетті бізге жасап береді. Яғни біз кодты қайта-қайта жазбаймыз. Бір функцияның ішіне жазамыз, ол функция барлығын орындап береді, және біз оны қалағанымызша кез келген жерден шақыруға болады.
Біз былай істейік. Екі санның қосындысын шығаратын функция жазайық. Ол үшін біз былай істейік. Мына жерге А деп жазамыз, және үтір қоямыз Б. Экранға не деп шығарады? Экранға А қосылған Б дейміз. Және бұндай жағдайда А тең болады 1-ге, Б тең болады 2-ге. Енді көрейік. Мына жерде міне 3 деп шығарады. Яғни 1-ге 2-ні қосса 3, тағы да біреуін орындайық мына жерде. Тағы 2-ін орындайық. Мысалға 5 қосылған 5, мына жерде 10 қосылған 10. Сондай жағдайда міне 3 шығады, біріншісінде, екіншісінде 10 шығады, 5-ке 5-ті қосатын болса, және 10-ға 10-ды қосатын болса, мынандай жағдайда міне 20 шығады. Экранға қосымша біз былай жазсақ та болады. Мысалға, нәтижесі деймізде осылай жазамыз. Және бұны экранға дұрыс көрсету үшін, яғни консольге str-ге аламыз, себебі бұл int деген типке жатады. Осылай қоямыз және жазамыз. Сондай жағдайда нәтижесі 3-ке тең, және 10-ға тең, және 20-ға тең. Функция Pythonда дәл осылай жұмыс жасайды. Біз Pythonда базалық деңгейде минималды деңгейде ғана қарастырып шықтық. Алдағы уақытта біз бұған қатысты жеке-жеке сабақтар қарастырамыз. Мысалға Pythonмен реальный бірдеңе жасау. Telegram бот немесе сол сияқты кез келген бір дүниені аламыз. Соған қатысты қандай идея бар, комментарийге жазып қалдырыңыз, мүмкін сол бойынша да жасауымыз мүмкін. Циклмен қалай жұмыс жасауға болады, біз соны қарастырайық. Цикл дегеніміз белгілі бір әрекетті бірнеше рет, біраз рет қайталап орындау. Яғни соны цикл деп атауға болады. Ең қарапайым тілмен айтатын болсақ. Pythonда оның мен екі түрін көрсетемін. Біріншісі for және екіншісі while деп аталады. Жеке-жеке тоқталайық. For деген циклға өтпес бұрын бірінші мен массив ашайын. Массив, мысалға осы жерден names деп қояйын. Бұл жерге ертай деп жазам, және мына жерге мысалға бек деп қояйын. Немесе мына жерге тағы да мысалға Айша. Осыны цикл бойынша біз экранға, яғни консольге шығарайық. Ол үшін for деп жазам, name in names. Бұл қалай жұмыс жасайды? Бұл айтады. Мына жерде names деген бар, осыларды цикл бойынша шығар дейді. Және мына жердегі әрбір элемент мына name'ға тең. Консольге шығару үшін print деп жазамыз және name деп жазам. Осыны біз іске қоссайық. Python apply дейтін болсақ, мына жерде міне кезек шығады. Бірінші мынау шығады, екінші мынау шығады, үшінші мынау шығады. Мына жерге қосымша жазсақ болады міне. Плюс name тең болады міне осыған. Сондай жағдайда міне name осылай деп шығарады. Яғни бір әрекетті бірнеше рет осындай қайталауға көмектеседі. Қосымша мынадай мысалда келтіріледі. Мысалға range деп жазамыз, 10 деп жазамыз. Сондай жағдайда name деген сөзді көреміз. Name деп мына жерге қалдырайық. Сондай жағдайда мынау цифр шығарады. Сондықтан мына жерде name деген жерге осындай str дегенге аламыз. Сондай жағдайда міне осындай болады. 0-ден бастап мына жерде 9-ға дейін кетеді. Бұл 10, яғни 9-ға дейін кетеді. Бұл 10 рет орындалады. 0-ден басталды, міне 9-ға дейін, яғни 10 әрекет. Мына range деп жазатын болсақ, міне дәл осылай шығады. Мына жерге name емес, number деп жазып қойған негізі дұрысырақ болады. Бірақ реальный практика жағдайында мынадай емес, көбіне біз осы циклды массивпен жұмыс жасаймыз. Әртүрлі массивтен ақпараттарды алу деген секілді. Одан кейін while деген цикл бар. Бұл циклды оны біз былай жазамыз. While деп жазамыз. Мына жерде және условие жазылады. Мысалға, дәл осы жерге біз условияны жазамыз. Сол условие орындалмағанша мынау цикл қайта-қайта орындала береді. Біз мынандай ғана мысал келтірейік. Мына консольде біздіге бір ат жазуды ұсынады. Сол ат ертай дегенге тең болмаса, қайта-қайта сұрай беретін етіп жазайық. Ол үшін біз былай істейік. Жоғарда мен boolean ашам, яғни is success дейік. Мысалға дұрыс па? False деп жазайық. Мына жерге is success деп жазамыз, және is false. Астына name деп жазайық, және input. Бұның қалай жұмыс жасайтын мен қазір түсіндірем. Мына жерге you name. Сіздің атыңыз. Енді біз былай істейміз. Тексереміз. Егер name тең болатын болса ертайға, онда
is success true. Бұл қалай жұмыс жасайды? Мына жерде is success false-ға тең. Одан кейін мына жерге барады, мына функцияға айтады. Мына is success егер false-ға тең болатын болса, яғни дұрыс емес болса, мына орындалмаған жағдайда, онда мынаны қайта орындай бер дейді. Мынау бізде орындалады, бізге атымызды жаз деп шығарады. Одан кейін мынау тексереді. Егер ертайға тең болатын болса, онда is success true-ға тең. Яғни мынау орындалды деген сөз. Сондай жағдайда мынау қайтадан орындалмай қалады. Қалай жұмыс жасайды? Міне қазір біз осыны іске қосып көрейік. Uname деп тұр, мысалға back деп жазатын болсақ, ештеңе деп шығармайды, басқа бірдеңе жазатын болсақ, міне қайта сұрай береді. Себебі былай істейді, ол мынау орындалады, мына жерден сұрайды, мынау орындалмай қалады, яғни мынау true'ге тең емес, сосын мынау қайтадан орындалады. Сөйтіп қайта кете береді. Бесконечный түрде ешқашан шегі жоқ. Енді егер ертай деп жазатын болсақ, міне орындалуын тоқтатады. Себебі мынау енгіздік, мынау ертайға тең болатын болса, мынау is success true'ға тең, яғни мынау условия уже орындалды деген сөз. Яғни мынау true'ға тең, егер мынау false'ға тең болған жағдайда ғана бізде мынау жалғасуы керек. Яғни бізде бәрі дұрыс деген сөз. Екі цикл қарапайым түрде дәл осылай жұмыс жасайды.